Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір ғана жұмыртқадан жасалынатын, өте оңай, қолжетімді заттардан жасалынатын пирогтың рецептісін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір ғана жұмыртқамызға қантымызды салып, ешқандай миксерсіз, жай ғана венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қант пен жұмыртқа осылайша аппақ болғанша араластырамыз. Оның үстіне 3 ас қасық майымызды қосып, оның үстінен сүтімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнды және разрыхлитель қосып, жақсылап араластырамыз. Разрыхлительдің қосылғаны видеоға түспей қалыпты, және де ұнды екіге бөліп, жақсылап араластырып, ешқандай түйіршіктер қалмайтындай етіп, осындай масса болғанша араластырамыз. Диаметрі 18 сантиметрлік формаға массамызды құйып, қызып тұрған пеште 35-40 минут шамасында 170 градуста пісіріп аламыз. Бетіне арахисті хлопьяны әдемілік үшін кішкене сеуіп жібердім. Сіздер ондай сеппесеңіздер де болады. Пирогты формадан кішкене суығаннан кейін ғана барып алыңыздар. Және де осылайша бетіне сахарный пудра сеуіп жібердім. Дәмі өте әдемі болып шығады, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Арайлым.